Армысыз, құрметті көрермендер. Көптен бері Жәнібектің анасын тапса екен деген қазақ бауырларымыздың көп екендігін біліп, көзімізден ыршып жас түскені рас. Себебі қазақ баласының шетел асып кетсе де, өзінің анасын іздеп елімізге келгендігі біздің жүрегімізді толқытпай қоймады. Бармысың бауырым хабарының жүргізушісі қымбат Досжан Жәнібектің әкесіне де қатысты тың ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Ұлыс Медиа KZ. Құдайға шүкір, ер азаматтар да ояна бастады. Мен Жәнібектің әкесі болуы мүмкін, ДНК анализін тапсырайыншы деп бір Бауыржан есімді ер жігіт хабарласты. Бүгін Әсел Асқарқызымен бірге клиникаға барып, Бауыржан қан тапсырды. Енді нәтижесін күтейік деп жазды журналист. Бұған дейін Жәнібек анасы болуы мүмкін деген келіншекпен ДНК сараптамасын тапсырған еді. Өзін Мұрат деп атағанын ұнататын бельгиялық баланың үміті ақталмады. ДНК сараптамасы теріс нәтиже көрсетті. Естеріңізге салсақ, әлеуметтік желіде шетелде тұратын Жәнібек есімді қазіргі құжатында Эджан жас жігіттің Қазақстанға келіп анасын іздеп жатқаны туралы видео жарияланған болатын. Белгілі болғандай, Жәнібек 2002 жылы 17 қаңтарда Арқалықта туған. 2004 жылы сол қаладағы балалар үйінен қазіргі бельгиялық отбасы, яғни жалғыз басты ана асырап алуға алып кеткен. Содан кейін қаншама жылдардан кейін Жәнібек елге келіп анасын іздеуді жалғастырды. Алайда ол қазір өзінің еліне қайтадан аттанып кетті, бірақ байланыстың ешқандай үзілмейтіндігін, анасын іздеуін жалғастыратындығын айтты. Біз де тілекшіміз, табылса дейміз. ДНК сараптамасының нәтижесін білу бәріміздің қаперімізде болмақ. Арнамызға жазылып қолдау білдіріңіз.